Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге қараша айына арналған жұлдыз жорамалмен танысатын боламыз. Қараша айы тоқтылар үшін белсенді және өнімді ай болады. Сізде көп энергия мен позитив болады. Дарындарыңызды, дағдыларыңызды және жеке қасиеттеріңізді еркін білдіріңіз. Барлығы сіздің барлық талпыныстарыңызда табысқа жетуге көмектеседі және нәтиже нақты болады. Көптеген мансаптық мүмкіндіктер пайда болуы мүмкін. Сіз барлық жағдайда жеңіске жетесіз. Қаржыңыз қауіпсіз болады. Тіпті табысты инвестициялау арқылы сіз пайдаға сене аласыз. Сізді бағалайтын және қолдайтын негізінен жақын адамдар сізді қоршап алады. Торпақ. Табысқа жету үшін көптеген мүмкіндіктер болады, бірақ ол күш пен еңбекті қажет етеді. 7 қарашадағы жаңа ай өзгерістерді әкеледі. Олардан міндетті түрде пайдалану қажет. Бұл басымдықтарды қайта қарастыратын және белгілейтін уақыт. Тоқтаңыз және енді қайда барғыңыз келетінін және өткенде не қалдырғыңыз келетінін ойлаңыз. Сізге дұрыс жолға түсуге көмектесетін күш пен қуатты энергияның толқыны болады. Бірақ оған секірудің қажеті жоқ, ойлану керек. Қарым-қатынаса романтиканың жоғарғы ықтималдығы және тіпті романтикамен аяқталуы мүмкін. Күтпеген кездесу бар. Егер сізде маңызды басқа адам болса, онда тыныш және тұрақты қарым-қатынаста от тұтануы мүмкін. Егіздер. Бинго. Бұл сіздің өсу және табыс айы. Жаңа нәрсеге кіруге еркін болыңыз. Сіздің икемділігіңіз және бағытты уақытында өзгерту қабілеті мақсатыңызға бірнеше рет жетуге көмектеседі. Әріптестеріңізбен және жақын адамдарыңызбен келіспеушіліктерге жол бермеу үшін сөздеріңізді қадағалаңыз. Амбицияларыңызды жандандырыңыз. Бұл табысқа апаратын ең сенімді жол. Сіз креативті ойлай аласыз, жаңашыл шешімдер қабылдай аласыз, шабыттана аласыз және жарқын боласыз. Шаяндар. Қараша айы. Жыл соңына дейін атқарылатын шаруалар көп. Сізде шоғырлану және маңызды мәселелерді шешуде жеңіл болады. Бұл жаңа жобаларды қабылдауға және оларды аяқтауға тамаша уақыт. Сонымен қатар, жұмыс, демалу процесінде күйіп қалмау және үйлесімділік табу маңызды. Содан кейін сізді бас айландыратын нәтижелер күтеді. Арыстандар. Қарбаластан үзіліс жасап, өзіңізге уақыт бөлу маңызды. Басқалардың мүддесін өз мүддеңізден жоғары қоюды доғарыңыз. Сіз өз ойыңызды бақылап, рухыңызды дамытуыңыз керек. Табиғатта уақыт өткізіңіз. Таза су ішіңіз және дәмді сүйікті тағамдарды жеңіз. Бұл сіздің шығармашылық тілектеріңізді жүзеге асыру уақыты. Сізге не қуаныш әкелетінін түсініп, оны жүзеге асырыңыз. Сурет салу, өлең жазу, немесе ән айту. Жаңа таныстар мен қарым-қатынастар үшін жүрегіңізді ашыңыз, немесе бұрыннан барларды күшейтіңіз. Бикештер. Қараша шығармашылық идеялар мен оларды жүзеге асыру уақыты. Бұл жеке өмірде де, кәсіби өмірде де жаңа нәрсені бастау үшін тамаша кезең. Сондай-ақ, сіздің жеке дамуыңызға баса назар аудару керек. Сіз кез келген қиындықты жеңуге және мақсатыңызға жетуге дайын боласыз. Сонымен бірге демалуға уақыт табу керек. Міне достар, қараша айына арналған жұлдыз жорамалым осымен тәмам. Қалған белгілер бойынша келесі видеомнан күтіңіз. Ол үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар жеткілікті. Каналда жаңа видео шыққан кезде сіздер бірінші болып көре аласыздар. Лайк басып, комментария қалдыруды да ұмытпаңыздар.